Қайырлы күн, Санжар. Сұрайын деп едім. Таныстырылым дайын ба? Қалай дайын емес? Кездесу бүгін кешке ғой. Есепті кеше жіберуіңіз керек еді. Лала, қылғаламдарыңды ұмытпа. Алло. Жоқ, Санжар, сізге айтпаймын. Жоқ, сурет салу үйірмесі жоспарда жоқ. Мама, арқа қабымды көрмедің бе? Жоғарыдан қарадың ба? Онда жоқ. Өтінем, тездетіңізші. Демек ол ас үйде. Дұрыс. Балам, саған жатып демалу керек. Бірақ, мам, зерігіп кеттім. Мен жазылып кеттім. Балам, барып жата қойшы. Жақсы, қыздарды мектепке апарып, таныстырылымды аяқтап, кездесуге үлгеру керек. Сосын... Кешкі ас! Оны қашан? Алло? Жоқ, Жанел, ешқандай арт үйірме болмайды. Мама, бұл күртешені жек көрем. Қызғылт түсі керек. Кетуің керек. Лала, ол қыстық күртеше ғой, ыстықтайсың. Дима, әлі осында жүрсің бе? Қыздар, шығамыз. Қатты кешігіп барамыз. Жаным? Уайымдама, жаным. Темірханды өзім жатқызам. Бара беріңдер. Рахмет. Кешкі асты келген бойда әзірлейм. Көріскенше. Ал, Темірхан, енді екеуміз ғана қалдық па? Аура беріп шаршадың ба? Қонақ бөлмесіне жатқызайын ба? Папа, ал... Темірхан, не болды? Папа, ішім пысты, ойнайықшы. Кейінірек ойнайық, балам. Кешкі ас дайындайын. Айтпақшы, сен әлі түскі асыңды ішкен жоқсың ғой. Сүйікті ыдысымыз қайда екен? Апшы! Басқа ыдысқа құйып берейін. Папа, ойнайықшы. Темірхан, әлі салат жасап, сосын компот жасайтын алмаларды сұрыптауым керек. Ал сен жатып демал. Мәне, енді дұрыс болды. Демала ғой. Жарайды, қасымда отыра тұрсаң болады. Бірақ әлсіреп кетсең, бірден төстегіне барып жатасың. Келістік пе? Келістік. Тамаша. Папа, мұны не үшін істеп жатырсың? Көкөністер өте пайдалы. Жоқ, не үшін кешкі ас әзірлеп жатырсың? Мамам келген соң пісірем деді ғой? Енді бүгін кешкі асызақ мамаңның шаруалары шаш етектен. Сондықтан өзім пісіре салайын дедім. Түсінесің бе? Жоқ, бүгін тамақ пісіретін маманың кезегі. Оған қоса ол тамақ істегенді ұнатады ғой. Біз ойнай берсек болар еді. Енді білесің бе, өткен аптада атаң мен әжеңе азық-түлік апарып беруім керек еді. Ал мен жұмыстан босай алмай қалдым. Сол кезде мамаң менің орныма барып, оған қоса әжеңнің сүйікті тортын да ала барыпты. Мамаларыңа қатты риза болдым. Себебі мен баршы деп өтінген де жоқпын. Өзі ұсынды. Кейде мамаң маған көмектеседі, кейде мен оған көмектесем. Осылайша бір-бірімізге қамқор боламыз. Түсінесің бе? Әңгімеге кірісіп кетіппіз ғой. Салат дайын. Алма сұрыптау ғана қалды. Сосын ойнай берсек болады. Алақай! Папа, бетің қызарып кетіпті ғой? Ас үйде көп жұмыс істеп қойған шығармын. Қазір сәл демалып алам да, қалған шаруаны бітірем. 1 минут қана. Біз келдік. Алма! Жігіттер, қалайсыңдар? Қазір демімді басып алайын, сосын тез-ақ бірдеңе пісіріп жіберем. Алтай, саған не болды? Көп жұмыс істеп қойған сияқтымын. Апшы! Сау бол! Папа, білесің бе? Қосымша сабақ кезінде ойнап жүргенде күртешем жыртылып қалды. Рагу ма? Салат та бар екен. Кешкі ас дайындап қойдыңдар ма? Алманы да сұрыптап қойдық. Ой, жандарым-ау, сендерге алғысым шексіз.
Қазір температураңды өлшеген соң кешкі асымызды ішеміз. Сен болмасаң үлгере алмас едім, Темірхан. Рахмет. Оқасы жоқ, әкешім. Қамқор болғым келді. Ап, Апчи!